Соғым басы деп мерекеден кейін бауырларым келетін болды. Қазанға ет салуды жөн көрдім. Алдымен шағын кастрөлге салып едім. Жылқының еті тасып, үлкен кастрөлге ауыстырып алдым. Салқын суға етті, қазыны, қартаны салып, дәміне қарай тұзын, арасында жуасы мен қызанағын салып, картошка мен сәбізді салып, 2 сағатта қайнатып пісіріп алдым. Жұп-жұмсақ қылып иленіп тұрған 2 жайым қамырды жайып қойдым. Қонақтарым да келе бастады. Етті түсіріп, сорпаға қамырды салып, бір бүлкеткізіп пісіріп алдым. 2 табаққа тамақты түсіріп, алдын ала туралып тұрған етті жасап, бетіне тұздығын құйып, қонақтарымның алдына ұсындым. Барлығы өте дәмді болды деп, рахметтерін айтып, жеп алды. Менің ет асу тәсілім сіздерге ұнаған болса, лайк басып, парақшама тіркеліп алыңыз.